Асқабақты көрсе жолдасым кәдімгідей шаш ағаратын халге жетті. Не болса да асқабақтан тамақ істемеші деп маған ұрысып, енді бұл обал болмасын, бұдан бір нәрсе жасап тастайық деп әрең дегенде көндіріп, екеуміз екі жақтап турап сыртын ашып, бұлай тамақ осы мясной пирогты жасап тастайын дедік. Бала-шаға да тезірек жеп қойды. Ішінде асқабақ бар екен, ешкім сезбей қалды десем де болады. Сосын қарасам, пособиям түсіпті. Алдыңғы видеода барлығын өзіне ала бересің ба деген соң, бұл жол үйге продукты алайын дедім. Осылай магазинге жалғыз өзім барып, бойыма келген затты алып келген ұнайды. Осылай 4 пакет болып келдім. Шамам келіп көтере алатын заттарды ғана алып келдім. Осындай банан, алма алдым, кішкентай балама каша, печенье, сметана, жұмыртқа. Осындай жұмыртқа деген бізге жетпейді ғой, осы неге екенін білмеймін. Сонымен осындай екі түрлі рожки алдым. Сосын ең басты балама памперс алдым. Сонымен өзіміз жолдасымыз екеуміз кешкі вечеринка жасайын деп жатырмыз. Негізі бала-шаға ұйықтап қалғанда технично, сіздер де осылай отырғанды жақсы көресіздер ме? Жаза кетіңіздер. Қалған ақшаны ертең құртатын боламыз.